Петропавлда көне Еуропа стиліндегі қамал бар. Бір қызығы 71 жастағы қария Анвар Файзулин бұл бекіністі қауіптің алдын алу үшін және әсемдік үшін салған. Оны құрылыс қалдықтарынан тұрғызған, сондай-ақ сарайдың жан-жағына ағаштар егіп жасыл желекке айналдырған. Бұл қамалды тамашалаймын деген жандарға қала тұрғынының есігі әрдайым ашық. Бір қарағанда ертегі әлеміндегі патшаның қамалы дерсін. Бірақ бұл қарапайым Петропавлдық тұрғын Анвар Файзулиннің ауласы. Қария жардың жиегіне тастан сарай салып тастаған. Это дом родителей. Бұл ата-анамның үйі. Осында туып өстім. 2014 жылы ұлым үйіміздің қасынан жер сатып алды. Міне, ол жер осындай биік жар болды. Әрине қауіпті, сондықтан бұлай тұрғаны маған ұнамады. Қауіптің алдын алу мақсатында әрі әсемдік үшін осындай ғимараттар салдық. Тепе-теңдікті сақтап тұру үшін өсімдіктерді ектік. Зейнеткер жардың шетін бекіту үшін 1000-нан астам тас қолданған. Ол 10 метр биіктікте орналасқан қамалға шығатын және арасында жүретін баспалдақ салған. Бұған үлкен күш керек екені айдан анық. Себебі қамал салу бұлай тұрсын, оны аралаудың өзі жастар үшін де қиынға соқты. Использовали обычный материал. Мен бұл қамалды салу үшін қарапайым заттарды қолдандым. Олар тас, кірпіш және шифр. Жалпы құрылыстан қалған заттардың барлығын кәдеге жараттым. Әрине, мен секілді қарт адамға бұндай биіктікке шығу қиын, құлап кетіп мерт болуы мүмкін еді. Бірақ мен қорқып жата берсем, мұндай әсемдік ешқашан пайда болмас еді. Егер менің үйімнің ауласы басқаша болса, басқа стильдегі ғимарат салатын шығармын. Кім білсін. Анвар Файзулин әрбір бөлшекке ерекше мән беріп, қолдан жасаған. Тіпті сарайлардың терезесі мен қақпасын темір сымнан жасап, барлығын дәл келтірген. 71 жастағы қария бұл іске өзінің 10 жылын сарп етіпті. Мне 9 лет. Менің жасым 9-да, маған атамның қасында жүріп, оған көмектескен қатты ұнайды. Біз бірге түрлі өсімдіктер егеміз. Менің достарымның барлығы атам туралы біледі. Қатты қызығады. Мен атамды қатты жақсы көремін және мақтан тұтамын. Мен өскенде атам секілді сәулетші болғым келеді. Қазір жасым 10-да, атамның қасында жүріп көп нәрсе үйренемін. Осындай зәулім керемет ғимараттар салу менің арманым. Әрине, бұл бекініс көпшілікті таңғалдырмай қоймайды. Өтіп бара жатқан кез келген адамның назарын өзіне аудартады. Тіпті шебер туралы ғаламтордан көріп, биік бекінісі өз көзімен көруге келетіндердің де қатары қалың. Сондай туристерге бізде тап болдық. Түсірілім барысында Анвар Файзулин Астанадан арнайы келген қонақтар Владислав және Елена Кимге экскурсия жасады. Бүгін Петропавлдағы небір әсемдікке куә болып жатырмыз. Анвар Файзулин керемет кісі екен. Қалдықтарды тастамай осындай ғажап дүние жасап отыр. Үйінің ауласының кез келген жері әсемдікке толы. Бұл ғажап көріністі көру барлық адам үшін қолжетімді. Ешқандай ақы сұрамайды. Үй иелері өздері қарсы алып барлығымен таныстырды. Өте ризамыз. Осындай шебер жайдары жандар көп болсын. Анвар Файзулин зәулім сарайдың жан-жағына ағаштар егіп жасыл желекпен көмкерген. Ал шырша мен балқарағайды сәндеп кесіп қойған. Сондай-ақ алма, қара өрік және шие секілді ағаштар да бар. Жазда келген қонақтар қамалды аралап қана қоймай, төбеге қолын созып түрлі жемістен дәм тата алады. Асмури Абдулла, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.